Илья Жансүгуров қазақ әдебиетінің танымал ақындарының бірі, қоғам қайраткері, публицист. Ол 1894 жылы Алматы облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. Жастайынан халық ауыз әдебиетіне қызығып, жыршылар мен айтыскерлерден талым алған. Илья Жансүгуровтың ең атақты шығармаларының бірі «Құлагер» поэмасы. Бұл шығарма 19 ғасырда өмір сүрген атақты аңшы, сазгер, ақын Ақан Сері Қорамсаұлының өмірдегі шынайы оқиғаға негізделген. Ақан Сері еркіндікті, әділдікті сүйген жан. Оның Құлагер есімді тұлпары қазақ даласындағы ең жүйрік аттардың бірі болған. Бір күні Ақан Сері Құлагерді Сығанайдың асында өтетін үлкен бәйгеге қосады. Бірақ оның атының атағы шыққандықтан кейбір адамдар қызғаныш танытады. Жарыс кезінде зұлым адамдар Құлагердің жолын тосып, оны таспен ұрып өлтіреді. Бұл оқиға Ақан Серіге ауыр тиеді. Ол қайғысын жырға қосып, Құлагер әнін шығарады. Бұл ән халық арасында кең таралып, аңызға айналады. Поэмада Құлагердің өлімі арқылы ақын әділетсіздік, көре алмаушылық, қатыгездік секілді мәселелерді көрсетеді. Ол бір атты өлтіру еркін ойлы адамдардың халықтың азаттығының жөлеуімен тең екенін меңзейді. Сонымен қатар, шығармада қазақ халқының тұрмысы, салт-дәстүрлері, бәйге мәдениеті жан-жақты сипатталады. Ақын әділдік, адалдық, мейірімділік секілді адамгершілік құндылықтарды насихаттайды. Құлагер қазақ әдебиетінің маңызды шығармаларының бірі. Поэма тек бір тұлпардың ғана емес, бүкіл халықтың басындағы қайғыны бейнелейді. Илья Жансүгуров бұл туындысы арқылы халқына оның тарихына деген сүйіспеншілігін көрсетті. Құлагер әділетсіздікке қарсы шыққан ақынның жан айқайы қазақ рухының символы болып қала бермек.